Саламатсыздар ма? Дезинфекция жасау үшін керекті заттар: бірінші, мынау ыдыс, дәріні араластыратын ыдысымыз 5 литрлік, респиратор. Егер 3-4 класты препарат пайдаланатын болсаңыз, міндетті түрде респиратор кию керексіз. Және дәрі, қандалаға арналған. Біз қандаланы дәрілейміз қазір. Блокада антиклоп. Иісі жоқ, еш нәрсені бүлдірмейді. Мінекей қандаланың суреті. Қазір біз 500 мл пайдаланып жатырмыз. Бұның 1 литрлігі бар, және кішкентайлары бар. Бағалары өзінің несіне байланысты әртүрлі. Енді қаншаға қанша қосамыз? 5 литр суға, 5 литр ыдысқа жылы су құямыз. Сөйтіп, оған блокада антиклоптан 5 крышка қосамыз. Мына крышкасынан 5 қосамыз. Мынаның ішіне. Яғни 1 литр суға 1 крышка блокада антиклоп керек. Дәрінің түрі көп, бірақ ең жақсы әсер ететін, сіздерге зиян емес, бала-шағаңызға зиян емес. Дәрі еш нәрсені бүлдірмейді, иісі қалып қалмайды болашақта. Егер иісі бар дәрімен жасасаңыз, ол көрші біліп қояды, немесе көрші уланып қалады деген сияқты өте қауіпті. Ал блокада антиклоп, бұның иісі жоқ. Міне, иісі жоқ, бұның еш нәрсені бүлдірмейді, құртпайды, адамға зиян емес, және ең бастысы қандалаға өте жақсы әсер етеді. 5 литрге 1 крышка. Егер сізде 3 литрлік болса, сонда сіз 3 крышка қосасыз. Солай осыны дайындаймыз қазір. Мінекей су құйып жатырмыз. Тағы да бір айтып кететін жағдай, дәрілегеннен кейін міндетті түрде үйден 1 тәулікке, яғни 24 сағат үйде болмайсыз. Иісі жоқ дәрімен дәрілегенде де солай. 1 сутка үйде болмайсыз. 1 суткадан кейін келіп, 1 сағат таза ауа кіргізіп, бүкіл терезені ашып шығып кетесіз. Содан кейін келіп үйде, яғни бірінші міндетті түрде пылесостайсыз. Генеральный уборка жасауға болмайды. Өйткені тығылып атқан қандалалар шығып, сол дәріні кешіп өтіп, солай өлу керек. Влажный уборка жасайсыз, жеңіл-желпі, үйде күнделікті сыпырып шыға саласыз ғой, сыпырып және заттарды орнына қойып, солай бос жерлерді, полдарды кір жуатын сабынмен жуып шығамыз. Суымыз толайын деп қалды. Енді блокада антиклоп қосамыз. Су жылы бол. Өте ыстық емес, салқын емес, кішкене жылы болу керек. Өте мұздай болса, дәрі дұрыс араласпай қалады. Ыстық болса, дәрінің құрамы өзгеріп кетеді. Енді дәрі қосамыз. Блокада антиклоп. Мінекей түсі осындай. Сәл сарғыштау, бірақ камера дұрыс түсетін жүргізіп жібермей жатыр. Кішкене ғана сарғыштау. Мына осылай суға құямыз. Осылай 5 крышка қосамыз. Мынау біріншісі. 5-ші крышка қостық. Енді осының ішін шайқап жібереміз. Оны да құйып жібереміз. Бұның грамының өзі дәрі. Сол үшін жай су болмағаннан кейін, ол болғаннан кейін, оны еш жерге шашпаймыз. Оны кранға төгіп жібермейміз. Сол үшін өте көп дәрі алмаймыз. Өзіңіздің үйіңізге, квартираға жететіндей. Негізі бұл дезинфекцияны әр адам өзі жасамау керек. Дезинфекция маманына хабарласып, дезинфекция маманы шақырыңыздар. Білікті маман жасаған дұрыс. Бір жасағаннан кетпеуі мүмкін. Бір жасағаннан қандала кетпесе, онда ох деп қиналып кетпеңіздер. Бір жасағаннан кетпесе, екінші рет жасағаннан кетеді. Бізде осы 8 жылдық тәжірибемізде 4 рет дәрілеген пәтерлер болған. 4 рет жасап кетірген пәтерлер болған. Бір жасағаннан кететіндер көбінесе 2 рет жасайтындар да бар.
Ол да жиі кездеседі. 3 рет жасайтындар да бар. Әр кезде ол сирек. Ал 4 рет жасайтын квартира бізде 3 рет болған. Мінекей біз дәрлеуге дайынбыз. Осылай қачап етіп дезинфекцияны бастаймыз. Бірінші ең жақсы көбейетіні мынау төсектер адам ұйықтайтын бөлме. Осы төсектің әрқайсысын жеке-жеке алып дәрлейміз. Төсекті, простыняны, наны бөлек, диванды бөлек дәрлейміз. Бұл квартираны біз 3-ші рет дәрлеп жатырмыз. Өзіміздің таныс адамыз қанша жақсылап барлық жерді қалдырмай дәрледік деген кезде де солай шығып жатыр. Қазір бірінші кілемді дәрлеп аламыз. Сосын ана заттарды, көрпе-төсектерді осында әкеліп бір-біреулеп тастап дәрлейміз. Міне осылай шашылады. Кілемге осылай шашамыз. Кілемдердің арасына кіріп кетеді, түктеріне. Ол жерлерде негіз бұлардың арасында көп мусорлар болады. Сол сияқты ол да соның ішіне кіріп алып жата береді, пока азығы келгенше. Негізі бетінде жатқан олар үшін қауіпті. Сол үшін қандалалар кілемнің мынандай тігісінде көбейеді. Қауіпсіз жерге жұмыртқаларын қалдырады. Балаларын қауіпсіз жерге қалдырады. Осылай тігісіне ойлап құйып шығамыз. Қалай құйып жатыр. Осы сіздерге толық ақпарат беріп жатырмыз. Өзіңіз дәрлемегеніз, маман шақырыңыз деген күнде де адамдар өздері дәрлеп жатыр. Өте қауіпті нәрсені солай жасап жатыр. Мүмкін дезинфекцияға ақша төлегісі келмейтін шығар, төлегісі келмейтін шығар. Ақша төлемесеңіз де бәрібір дәрі сатып аласыз. Оған қосымша аппарат сатып аласыз. Сөйтесіздер, дұрыс дәрілемейсіз. Одан не істейді? Олар кетпей қалады. Ағзасы дәріге үйреніп алады да. Дезинфекцияға жұмсаған ақшадан да көп ақша жұмсайсыз. Кетпейді деген өтірік, кетеді. Только дұрыс дәрілеу керек. Толық дәрілену керек пәтер. Сонда кетеді. Сосын қандай дәрі деп жатады, ол дәрі өзі. Дәріні сатып алғанда ол дәрі өзі дәрілей салмайды. Дәріні үйімізге апарсақ өз кете салмайды. Оны да дұрыс дәрілегеннен кетеді ол. Сол үшін видеоны толық қараймыз. Қай жерді қалай дәрілеп жатқанымызды мұқият болаңыз. Бұл адамның қанымен ғана тамақтанатын қандала. Осы түрінде клуб деп айтады. Соған қарсы дезинфекция жасап жатырмыз. Кремнің екі шетінен дәрленіп, сосын бұның үстіне бір-біреулеп көрпе-төсектерді тастап дәрлейміз. Кешегі біздің бір дәрлеген пәтерімізде осындай ламинаттың арасынан шығады деп айтты. Ол квартираға ремонт жасалған екен. Сол үшін бұл квартирада осындай проблемный квартира болып жатыр. И бұл жолы солай қандалар жүретін жер дейміз, жүрмейтін жер деп бөлмейміз. Яғни барлық жерді дәрлейміз. Ол енді барлық жерге тарап алған. Бұл неге олай болады десеңіз, бұл өздері дезинфекция жасаған пәтерлер. Солай дұрыс жасамағаннан кейін олар жан-жаққа қашқан, жан-жаққа тығылған. Бірақ ондай кезде көбісі айтпайды өзі дәрлегенін. Содан кейін білмеген екен, біз кәдімгідей кеп дәрілеп кеткенбіз. Ал ондай кезде айтсаңыз, басқаша дәрілер едік. Осындай жағдай болып тұрады, бізде де болып тұрады. 8 жыл жұмыс істеп, нақты маман болсақ та, 8 жылда любой адам тәжірибе алады. Сол сонша тәжірибеміз болса да,
Бізде де ондай болып тұрады. 4 рет дәрілеген пәтер. Бұл квартираны біз 4-ші рет дәрілеп жатырмыз. 3-ші рет дәрілеп жатырмыз бұл квартираны. Негізі 4 рет дәрілеген пәтерлер болған. Төсекті дәрілеп жатырмыз осылай. Күндіз жоқ, көрінбейді. Түнде ұйықтаған кезде түнгі 2-3-4-де жазды бұл кісі. Тағы да қайындала шықты деп. Және бұл дәрілеген сайын бұлардың аппетиттері өзгереді. Яғни постоянно бір адам шағып жүрсе, дәрілегеннен кейін ол уже басқа адамдарды шаға бастайды, ауысады. Бұрынғы шағатын адамын шағады, және соған тағы да басқа адамдарды қосып шағатын болады. Еш жерін қалдырмауға тырысамыз. Міндетті түрде барлық жер қалмай дәрілеу керек. Қай жер дәріленбей қалды, сол жерде қалып қалады қандала. Мына бүктеліп қалған жерлерді жазып солай дәрілейміз. Бұл дәріден еш нәрсе білінбейді. Еш нәрсені білдірмейді. Иісі жоқ өзінің. Бұрынғы кездері бұл блокаданы білмей тұрған кезде біз иісі бар дәрімен дәрілейтінбіз. Және жаңағы базарда сатылып жатқан агран деген дәрі бар, көбіңіз білесіздер. Сол агранмен дәрілейтінбіз. Агранның иісі өте әтші және жақын арада кетпейді. 3-4 ай немесе одан да көп болуы мүмкін. Кейбір үйлерде жай қонаққа барып қалсақ, өздері сезбеуі мүмкін. Бірақ дәрілегеннің иісі шығып тұрады. Егер аллергичный болсаңыз, сол аграннан абайлаймыз. Бәрін дәрілеп болдық. Енді бүктеп келесі бетін дәрілейміз. Міне жаңа одеялды бүктедік. Негізі бір-ақ шетін дәрілейтінбіз әрдайым. Бұл жолы кетпей проблема болып жатқаннан кейін екі шетінен де дәрілейін деп тұрмыз. Жаңа арғы бетін дәрілегенбіз, енді осы бетін дәрілейміз. Міне қатты дәрілеген екенбіз, суы бер жағына өтіпті. Жаңағы дәрі бергі бетіне де өтіпті, келесі бетіне. Егер кетпей жатса, ол қандала кетпейді екен ғой емес, кетеді. Яғни дұрыс дәріленбей жатыр деген сөз. Не қандаланы тауып алды-ау деймін. Не қандала табылды, кішкене ғана өлген, қатып қалған, жабысып қалыпты. Бұрынғы дезинфекцияның әсері де болған. Негізі әр дәрілеген сайын айтады, өлгендер бар деп айтады дәрілеп болғаннан кейін, бірақ тағы да шығып жатыр дейді. Біраз уақыттан кейін қайтадан шығып жатады. Мұндай кезде ыс-пысық болмау керек. Дәрілегеннен кейін барлық затты жуып тастамау керек. Өзіңіз күнделікті пайдаланатын заттар ғана жуасыз да. Дезинфекция бәрін жасайды ғой, дезинфекцияда. Ал қалған заттар тұра берсін. Оларды кептіріп пакетке салып қойсаңыз болады, немесе жумай жайып қойсаңыз болады. Иісі жоқ қой, ешқандай да білінбейді. Только өзіңіздің пайдаланатын заттарыңыздың ғана несін сыртын жуасыздар. Мысалға қапталатын көрпе болса, оның қабын ғана жуасыз да. Қапталмайтын мынау сияқты жұқа одеялдар, бұлар стиральный машинаға сияды, автоматқа. Сол автоматпен жуып салып қоя саласыз. Жуып кептіре саласыз. Ал пайдаланбайтын заттарды жуасыз да бүктеп, жинап қоя саласыз. Ол неде әрбір затта дәрінің иісі болған жақсы. Сонда ол тығылып жатса шығады. Мыналардың іштеріне кіріп кеткен болса, даже клеткалардың ішіне кіріп кетеді ғой, сондай жағдайда сол арасына шығады да өледі ол. Ал жуып тастасақ, дәрінің күші кет қалады да, олар уже дәрінің күші кеткеннен кейін ары қарай көбейіп өмір сүріп кетеді. Міне простыняда дәріледік екі бетінен.
бетінен тағы да құйып шығамыз. Негізі порядок жоқ үйде қандала жақсы көбейеді. Өйткені бәрі шашылып жатқан жағдайда оның қай жақта жүргенін байқай алмайсыз. Ал порядок бар үйде олар жақсы көбейе алмайды. Үйді күнде пылесостай берсеңіз, ол кезде олар үшін тревогада олар уже көбеймейді ол кезде. Жай көбейеді. Немесе орындарын ауыстырады. Ең дұрысы дезинфекция шақырып, маманды шақырып дезинфекциялау. Енді үстіндегі көрпені дәрлейміз. Осындай жан-жағында жақсы көбейеді. Осы жерлерге жұмыртқа қалдырады олар. Көрпенің жан-жағына. Осылай жанынан бастап айналып шығамыз. Сосын орталарын шашамыз. Осылай шашып жатыр. Бұл ручной аппараттар жақсы, қатты шашып бермейді. Қатты шашылса, ламинаттар көтеріліп кетеді су болғаннан кейін. Ал бұл аппарат нақты жерге шашады. Сол үшін ручной аппараттар жақсы. Бір кезде холодный туман дегенмен дәріледік. Ода да әсері бұдан керемет болып кеткен жоқ, осындай болды. Бірақ ол ауаға шашатын болғандықтан адамның денсаулығына зиян болды. Сол үшін холодный туман дегенді алып тастады. Туманмен жасайма, пармен жасайма дегендер бар. Пармен горячий туман деген бар. Ол үйге арналмаған. Оны далада маса дәрілеуге, сондай вирустарды дәрілеуге арналған. Мына көрпені бір тегіс дәріледік. Енді үстінен дәрлеп шығамыз. Бәрін склад қылмай, жаңағы бүктелмеген қылып, бір тегіс қып төсеп жатырмыз. Мәселе негізі көрпе төсекте болмауы мүмкін. Бірақ негізі бір-екі рет дәрлеген екен, уже көрпе төсекте болмауы мүмкін. Мәселе диванда, осы негізі матраста болады. Өйткені бұл қалың. Бұның ішіне кіріп кетсе, содан кіріп шығып жүруі мүмкін. Егер бір жасағаннан кейін бір сутка кеткен болсаңыз, әсері аз болған болса, онда бір аптадан кейін екінші рет дәрлетіп отырсыз, сол кезде 2 суткаға кетіп көріңіз. Бұл енді қандаламен шынымен серьезный нетпесеңіз, күреспесеңіз болмайды. Сол үшін бір дәрлегенде сразу күшті қылып дәрлеу керек. Сонда әсері жақсы болады. Ал егер бір дәрлегенде жақсы дәрлемесеңіз, олар жан-жаққа қашады. Қашатын жер деген өзі үйде негізі көп, біз байқамаймыз. Оны уборка жасағанда да байқамай қалуымыз мүмкін. Сол үшін бір жасағанда нағыз қандаланың очагын тауып алып, қай жерде жататын жақсылап көріп алып, сол жерге аямай 3 рет, 1 рет құйып шығасыз да, қайтып айналып тағы да құйып шығасыз. Сонымен 3-4 рет бір қандаланың өлгеніне көзіңіз жеткізгенше құясыз да, және барлық жерге мұқият толық құйып шығасыз. Сол қандаланы өзіміз кетіре алмайтын себебіміз сол. Ол дезинфекция мамандарына да кейде ол да бізге де проблема болады. Сіз өзіңіз әр нәрсемен дәрлеп бізді шақырасыз. Сіз және дезинфекция маманына айтпайсыз, сіз өзіңіз немен дәрлегеніңізді, қалай дәрлегеніңізді, ол сол кезде проблема деген сол кезде болады. Сол кетпей жатыр деген сондай жағдайда. Матрасты дәрлеп болдық, енді міндетті түрде бұның келесі бәтін дәрлейміз. Барлық жерінен мұқият шашылу керек. Үсті, астында дәрлейміз. Сосын бұны көтереміз. Астына дәрлеп болған жерге тию керек. Сол үшін бетін жан-жағы мұқият дәрлеп аламыз да, келесі бетіне аударуға болады.
ең көп отыратын жері осы мынау жан жағы. Қалай түсіп жатқанын көрсін деп жақындатып жатырмын. Осылай айналып шығамыз қазір. Міне қандалау дәрілеу барысында қандаланы таптық матрастан. Қанки. Мынау отыр. Қандала дәрі тиді. Матрастың ішіне шығып жатыр. Қарасаңыз, неше рет дәрілесек те осы матрастың ішіне шығып жатыр. Значит, төсектер проблема емес, проблема осы матраста. Қашып бара жатыр. Міне қандаланы тауып алсаңыз жақсы. Жаңағы матрасымыз. Міне тағы да біреуі. Осының үстіне дәрін сеуіп көресіз. Қалай әсер ететінін білу үшін. Жаңа бір рет дәрілеп шықтым. Ал мынау неге екені жүгіріп жүр. Дәрінің күші жетпей жатқан сияқты. Мына аямай құйдық. Енді көреміз қандай әсері болатын. Қимылдамайды. Қазір құлап қалуы мүмкін, сол үшін жерге қоямыз. Әсері қандай болатынын көру керекпіз. Қандаланы тауып алсаңыз жақсы. Дәріңіздің әсерін білесіз сонда. Әсер етіп жатыр ма, сіз жасаған дәрі әсер етпей жатыр ма? Егер срогі өтіп кеткен дәрі болса, әсер етпеуі мүмкін. Барлық жерде сондай. Барлық нәрсенің өзінің сроғы болады. Егер сроғы өтіп кеткен жағдайда, ол дәрі әсер етпей қалуы мүмкін. Немесе дозасын аз қойып қойсаңыз. Әйтеуір дұрыстан дайындалмаған болса, сонда дәрінің әсер етуі қиын болады. Міне, мынау бізді уайымдатып жатыр. Бұл ағзаға дәрісі, ағзасы дәріге үйреніп алған, яғни иммунитет болады әрбір түр нәрседе. Сол бұның иммунитеті ағзаға үйреніп алған. Мынаған әсер етті, мынаған әлі әсер ете қойған жоқ. Міне, әсер етіп жатыр екен. Осылай ол қатып қалатыны. Аяқтары көтеріліп жатыр. Яғни дәрінің әсер еткені мені қатып қалды. Мынау жылжымайды. Бұған яғни уже әсер еткен. Қашпайды, неге жабыспайды. Егер жабысса, ол значит тірі деген сөз. Мынау қатты. Жақсы әсері бар екен, әйтеуір әсер етіп отыр екен. Жабыспайды. Әсері бар дәрінің блокада антиклоп. Осылай әсер етті. Созақпен де тұт көрейік. Жоқ, жүретін жамасы жоқ. Бағана жүріп атқан мені қатып атыр. Яғни әсер етіп атыр. Қараш, қан жегісі қалдылым ғой. Не істемекші екен? Менің қанын жемекші екен?
қан жейтін шамасы жоқ сияқты. Өлді ма, өлмеді ма білу керекпіз дәрінің әсерін. Әсер етті, қимылдамай қалды. Және мына біреуісі, бұл өзі бағана қатып қалды өзі. Мына әсері бар. Блокада антиклубтың әсері бар. Өзі міне кішкентайық. Көріп тұрсыздар, онша көрінбейді. Біз бұны жақындатып, үлкейтіп көрсеткен кезде ғана көрініп жатыр. Өзі негізі жәндік 3 мм. Бұл өскеннен кейін 6-7 мм-ге өсіп кетеді. Өйткені бұл өзінің көлемінен көп қан жейді. Қан сорады. Сондықтан 6-7 мм-ге өсіп кетеді. Міне бұлардың размерлері кішкентай болған себебі сол. Әртүрлі болған себебі сол. Бұл қай жақтан шықты десеңіз, мынау матрастың осындай тігісіне құйып жатқан кезде сол жерден шықты. Енді матрасты толық дәрлеп шығамыз. Бұларға өзін көрсеңіз аямай шашып кетіңіз. Немесе қинамай-ақ өлтіре салыңыз. Кейбір кезде болады, жаңа матрастарда да болады. Жаңа матрасты сатып алған екен торговый центрден, әжептәуір авторитетный торговый центрден сатып алған. Сол кезде диванда осындай матраста қара-қара точкалар болған. Мәселен, мынау сияқты қара-қара точкалар болған. Сол қара-қара точкалар болған. Басында байқамаған. Басында келе салып олар шақпайды. Шақса да білдірмейді. Өйткені олар обезболивающий салады ғой бізге укол салғанда. Сол сияқты сұйықтық береді. Сұйықтық құяды. Сосын